Ал Қостанай облысындағы ауыл шаруашылық өнім өндірушілер мемлекеттік көмекті 3-4 айлап күтуге мәжбүр. Мұндай жағдай ақшаның тапшылығынан емес, заңмен бекітілген ережелердегі шикіліктердің кесірінен. Шаруалардың шағымынан шаршаған жергілікті билік өкілдері ауыл шаруашылық министрлігіне мән-жайды айтып түсіндірген. Мәселенің шешу жолдарында көрсеткен, алайда олардың ұсыныстары нәтижесіз қалыпты. Өңірдегі тілшіміз Гүлнұр Мұратқызы субсидиялау саласында қандай кемшіліктер барын анықтап көрді. Көктем кетті, жаз келді. Ал шаруалар әлі тұқым сатып алуға бөлінген субсидияны ала алмай жүр. Қыстан қамданып-ақ ақпан айында өтінім берген, бірақ бюрократиялық кедергілер шырғалаңынан шығалар емес. Мен берген өтінімді 2 ай қарап жатыр. Ешқашан қажет ақшаны уақытылы алған жоқпыз. Облыстық ауыл шаруашылық басқармасына күніне мыңдаған өтінім түседі. Олар соның бәрін сүзіп шығуға үлгермей, уақытты созып жіберді. Биыл өңірдегі ауыл шаруашылық өнімін өндірушілерді қолдау үшін субсидиялаудың 11 бағыты бойынша 40 миллиард теңге бөлінді. Жарты жылда соның 11 миллиард 800 миллион теңгесі игерілді. Яғни 3-тен 1 ғана шаруаларға таратылған. Қаражаттың көбі мал шаруашылығымен айналысатындарға берілді. Все другие направления, перешедшие в программу ГИС, столкнулись. Мал шаруашылығы бойынша субсидияға өтінім бұрынғы қалыптасқан платформа бойынша қабылдануда. Ал қалғандары биыл қаңтар айында егис жүйесіне өтті. Оның кемшін тұстары көп. Мәселесі шашыдектен. Ереже бойынша субсидияны өтінімді қабылданған соң 2-3 жұмыс күнде төлеуіміз қажет. Мұндай талап ақылға сыйымсыз, тіпті ертеге дерелім. Өйткені өтінімдерді қарауға басқарма мамандары мүлде үлгермей жатыр. 2-3 жұмыс күнде емес, 2-3 айда шақ қарайды. Облыста 7,5 мыңнан астам ауыл шаруашылық өнім өндірушісі бар. Солардан жыл басынан бері 22 мыңға жуық субсидияға өтінім түскен. Ал бұл құжаттарды тексеретін небәрі 12 маман ғана. Инвестиционные субсидии вообще трагедия, честно скажу. Инвестициялық субсидиялардың өтінімдерін қарау тіпті трагедияға айналды. 17 ақпанда бергендерін енді қолға алдық. 2018 жылға дейін субсидияларға өтінімдерді қараумен аудандық бөлімдер айналысты. Оларда зоотехник, агроном, инженерлері де бар. Бәрін қарап реттеп береді, мемлекеттік көмек уақытылы төленетін. Кейін облыстық басқармаға ауыстырды. Содан бері шағымнан көз аша алмай келеміз. Басқарма басшылығы жоғары жаққа бұл жүктемені жеңілдету жолдарын ұсынған. Субсидияға өтінімдер қабылдауды бұрынғысынша аудандық бөлімдерге беруді сұрапты. Алайда құлақ асқан ешкім жоқ. Гүлнұр Мұратқызы, Ғабиден Жоқышев, Атамекен Бизнес, Қостанайдан.